Сабақтың тақырыбы адалдық ардың ісі. Сабақтың мақсаты тыңдаушыларға адалдық деген асыл қасиетті кеңінен түсіндіру, олардың ауызекі сөйлеу тілдерін дамыту, тыңдаушыларды еліне, халқына адал қызмет етуге тәрбиелеу. Алло? Алло? Я, тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Сәлематпын. Хабарландыру бойынша хабарласып тұр едім. Қандай хабарландыру? Бау-бақшаңыз тазалайтын адамға күндігіне 2000 теңгеге жұмысшы қажет деп жазған екенсіздер? Я, Соған жұмысшы қажет пе? жоқ. Керегі жоқ, біз жұмысшы алып қойдық. Апай, Сол жұмыстың барлығын күндігіне 1000 теңгеге мен жасап берейін. Өтініш, сол жұмысқа мен алыңызшы. мен сол баланың Анау адал қызмет үшін 2000 теңгенің үстіне тағы да 1000 теңге қосып берсем деп жүрмін. Апай, үйіңіздің ауласының барлығын күндігіне 500 теңгеге мен тазалап берейін. Бола ма? ой қарағым-ай. Мәселе ақшада емес қой. Мәселе адалдығында. 400 теңгеге тазалап берейін, апай. Өтініш, мені жұмысқа алыңызшы. Қой қарағым, болды енді. Бұдан былай менің Адамданма. Жарайды. Бауырым, бірдеңе сұрасам бола ма? Я, айта беріңіз. Жұмыс таппай қиналып жүрсең көмектесейін. Жоқ аға, рахмет. Өзімнің жасап жүрген жұмысым бар. Жаңа телефонда жұмыс жайлы біреуге өтініш жасағандай болдың ғой. 2 апта болды. Сол үйде жұмыс жасап жатырмын. Онда неге сонша жалындың? Жай. Өзімнің жұмысымды қаншалықты адал атқарып жүргенімді білгім келді. Көңіліңізге рахмет. Әпке, ол кім хабарласқан? біздің анау бау-бақшаны тазалайтын дос бол деген бала ғой. Даусынан танып қойдым. Онда несіне саудаласып жатырсыздар? Ол бала мен ойлағаннан да адал екен. Өзінің жақсы бала екенін өзіне айта алмай жүредім. Мына телефон арқылы айтып, бір жеңілдеп қалдым. Дүниеде әділдік пен адалдықты той еткен адамнан артық ешкім жоқ. Шоқан Уәлиханов. Адамның өз ұжданы алдында адал, шыншыл болу, өзіне өзі қасиетті болуынан, жүріс-тұрысы ізгі болуынан ғана туады. Әл-Фараби. Күшіңе сен бе, адал ісіңе сен. Мұхтар Әуезов. Өмірде ең бастысы адамдық парасаттылық, білім, жоғары кәсіпқойлық және өз отанына адалдық. Қасым-Жомарт Тоқаев. Адамның бойынан адалдық, адамгершілік қасиеттер табылса, әрине, сымбатты, парасатты көрінеді. Адалдық адамдықтың белгісі. Назарларыңызға рахмет.